Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі шай көрпені құралуын қалай құралатынын көрсетейін деп отырмын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, бөлісіп қойыңыздар. Енді бір дегенде осыны құрамас бұрын осылай үлгісін кесіп, мынандай қағаздан үлгісін салып аласыздар дағы, осы арқылы барлық маталарды біркелкі қиып шығасыздар. Үлгіні қиып алу үшін мынандай жай парақ қағазды былай үш есе былай бүктейміз дағы. Тура мынаның өзіңіздің қалауыңызша, мысалы үлкендеу қылсаңыз үлкендеу қылып, мынадан былай қарай 10 см. Соны 5-5 см-ден қалтырып 5 см-лікті былай қиып ала саласыз. Міне 5 см-дің 6 см-дің тұсынан осылай қиямыз. Біздің үлгіміз өте оңай осылай қиылады. Міне үлгімізді қиып алғаннан кейін осы арқылы барлық материалымызды міне қиып шығамыз 6 бөлікте. Енді құрау үшін мынандай шетінен бастап біз құраймыз. Міне сіздерге көрініп тұрса, мына шетінен бастап міне жасылдарды құрап аламыз ал дегенде. Одан кейін екінші жолымызды екі жақ жасыл, үш мынандай күлгін материалды осылай құрап аламыз. Осылай ұзынынан жеке-жеке тұс-тұсына үстіп құрап шығамыз. Міне осыны енді қайтып келесіне осылай ұзарып отырады. Құрай бересіздер. Міне көрермендер, мен жаңағы даярлап алған біркелкі қылып осылай шет-шеттерін бір-біріне осылай қосып шықтым. Мұның мына шетін 6 бұрыш қылғамыз жоқ. 6 бұрыш қылмай, мына жақ шетіне келтіретін жағын сыртына қарай осылай қайырып тігетін болғандықтан осылай бірыңғай қойдық. Енді мұны көрпеше қылып тігетін болсаңыздар, соны шетін дүзулеп былай келтіріп тігіп кетесіздер. Бастысы ортасындағы мына гүл сияқты қылып тігіп жатқанымыз тура әдемі көрініп тұру керек. Міне мен енді жаңағы қиықтарды жеке-жеке осылай құрадым. Енді мынаны бір-біріне қосып шығамыз. Ортадарын бір-біріне осылай қосып шығамыз. Сонда бұнымыз әдемі көрпе болып шығады. Құрақтың өте әдемі түрі, үйреніп алуларыңызға болады. Мен бұдан басқа да құрақтың түрлерін және басқа да тоқыма, ши орау, қазақтың барлық ұлттық өнерлерінен көрсетіп отырамын. Сондықтан каналға тіркеліп көріңіздер. Енді осыны бір-біріне қайтадан құрап шығайын мен қазір. Сосын біткенде тағы да қарайсыздар.